өте жақсы көмектесетін Тянь-Хэ Шуй нүктесі. Бұл білезіктен кәрі бойымен шынтаққа дейін уқалаймыз. Екі саусақпенен жоғары қарай жылдамдықпенен уқалайсыздар. Миятаны қайнатып, или жылы суменен қолды батырып алып, 300-500 рет аралығында, егер қатты қызба болса, 10-15 минут уқалайсыздар. Ыстықты түсіруге, ерін тіл ойылу кезінде, алақанның табанның қызба кезінде, мазасыздану кезінде өте жақсы көмектеседі. Температураны жақсы түсіреді. Мұрын нүктесі. Осы екі нүктені сағат тіліменен 50-100 рет уқалайсыздар. Мұрын бітелген кезінде, мұрыннан су ағу кезінде өте жақсы көмектеседі. Битон нүктесі. Мұрынның екі сүйек жағы. Мұрыннан су ағу, мұрын бітеу, мұрын қанаған кезінде өте жақсы көмектеседі. Бұны да 50-100 рет аралығында или екі қолменен уқалайсыздар. Ангина кезінде жақсы көмектесетін нүкте, мынау 7-ші мойын омыртқасының төмпешігі шор арқа нүктесі. Осыны бас бармақпенен 100 рет уқалайсыздар. Или шымшып осы 100 рет тартасыздар. Бұл қызуды жақсы түсіреді, жөтел, мойын омыртқа аурулары кезінде жақсы көмектеседі. 7-ші мойын омыртқаға дейін бас бармақпенен ұстап, 3 саусақтарыңызбен осылай жиырып тарайсыздар. Бас ауруы кезінде қолданылатын нүкте Тиамын нүктесі. Екі қастың ортасынан алдыңғы шаш жиегіне қарай, жоғары қарай тарта тараймыз. 30-50 рет жасайсыздар. Теріні зақымдамалмас үшін май или присыпка қолдансаңыздар болады. Екінші нүкте, екі қастың жоғарғы жағын тарта тараймыз. Конган нүктесі. Осылай 30-50 рет тарайсыздар. Екі жаққа жара тарайсыздар. Бұл нүктелер бас ауыру кезінде, шошыну, қызба, жөтел, мазасыздану кезінде жақсы көмектеседі. Тату нүктесі баланың кішкентай саусағын осылай ұстап аласыздар да, тырнаққа жақын бөлігін тырнағыңызды батырып 9-10 рет осылай жасайсыз. Екі қолында осы кішкентай саусағын. Нүктесі бұл аты жоқ саусақтың алақан бетіндегі нүкте. Екі қолыңызбен жоғары қарай тарта тарайсыздар. 10-15 минут көлемінде көмектесетін аурулар. Өкпе аурулары, бронхит, қақырық шықпаған кезде тершеңдік, өкпені суықтан тазалауға, ыстықтан тазалауға өте жақсы көмектеседі.